Так, жігіттер, бізде мына жақта Hyundai Elantra китайский сборка. Вариаторы жүрмей қалған. Қазір диагностика істеп, причинасын көретін боламыз. Машинаны оталдырасың, коробкасы вообще R-ға, N-ға, D-ға салсаң да ешқандай қозғалмайды, ешқандай чувство жоқ коробкада. Қазір енді осыны анықтаймыз. И осыны жүргізетін боламыз, Алла қаласа. Все, Elantra китайский сборка. Обнаружен цилиндр. Бірінші цилиндр ме, екінші цилиндрді ошибка ұстап қалған. Скорее всего, не свитчасы. Өйткені пробег 80.883. Вообще свитча ештеңе салыспаған ғой. И екінші проблема коробкада. Так, бұда тұр. Қазір парковкада тұр, мына R-ға саласың. Оборотын түсір. Машина вообще қозғалмайды орнынан. Так, D-ға салдық. D-ға салдық мұны. Бұда да тоже сондай. Вообще чувство жоқ. И коробкадан қатты звук шығып тұр, шиқылдап. Коробкасын жерге түсіріп, ремонттау керек, короче. Бұл енді жұмыс процесін қазір түсіріп отырам тағы да. Коробкасында май, короче, күйіп кеткен. И бір 2 литр ма, сондай ғана шыққан май. В общем, недоливка, жігіттер. Құрметті достар, недоливка болған. Одан кейін коробкасы кеткен ғой. Коробкасы шешілді міне. И дальше больше қазір көреміз. Міне біз полный вариаторды ашып, разбирать етіп бір тексеріп шықтық. Тексеру барысында ішінде фрикциондары полный жанып кеткен. Бұл недоливка майдың кесірінен и сапасыз май құйғаннан. И және де мына суреттегі масляный насос бұл да істен шыққан. Одан кейін біз новый фильтрін салдық. Бұда 2 фильтр тұрады, біреу основной, біреу боковой фильтр. Өзінен шыққан фильтрдің состояниесі осындай. Ауыстыратындай уақыты болып қалыпты 2 фильтрдің да. Бұған ең керемет майлардың бірі Siworks деген таза японский май. CVT майын құйып жатырмыз. Бұл чисто вариаторлардың майы. Міне біз жерде біз уже коробканы қайтадан жинап, астында поддон бәрін қатайтып, коробканы қайтадан салуға дайындап жатырмыз. И одан кейін мына жерде біз дроссельный заслонканы тазалап, дроссельный заслонканың состояниесін өздеріңіз көріп тұрсыздар, вообще тазаланбаған. Одан кейін машинаны өзіміз айдап тексердік, барлығы идеально істеп тұр, ешқандай ошибка жоқ, ошибканың бәрі өшті. Одан кейін свечаларын тоже ауыстырып бердік, компьютермен тексеріп отырдық. Барлығы идеально істеп тұр. Клиент довольный, рахметін айтып, машинасын айдап кетті дальше.